Ассалаумалейкум жігіттер. Шығыс Қазақстан Зайсан районында Қазақстан не? Ешқай жерде болмаған 130 километр, 130 шақырымдық бәйге, аламан бәйге. Зайсан халқы тұр. Уже финишке таяқ қалды. Ане келе жатыр. Көрсеңіздер көрінеді. Таңғы сағат 7-те шыққан. 7-те шауып кеткен 130-ға. Қазір 14-тен 20 минут кетті. Түстен кейін сағат 2:20. Уже финиш келе жатыр. Где-то сағатына 18-19 километр шауып келе жатыр аттар. 130 шақырым. Ақтөбеден де аттар бар, бірақ олар қалқалдайды. Алдыда келе жатқан Зайсанның аттарымен Марқакөл, Күршім районының аттары, солар келе жатыр. Анық охотаға мінген аттар ғана келе жатыр дейді. Бәйгелердің бәрі дара қалды. Так что бәйге емес, охотаға шығыңдар. Қай жақтың аттар ма? Қай жердің аты ма? Большиннан. Басқа жоқ ем же? Екінші келген ат. Бірінші келген. Қатонның аттары келді. Бірінші келген ат. Бірінші келген мұның. Қатонның екеуді. Қандай аты? Аттың пародасын айтшы, аттың пародасын. Жабы ма? Жабы ма, айтшын ал, қандай ат? Тарпан. Тарпан? Қатон. Қатонның аты? Охотаға мінген аттар ғой железін, а? Молодец, құтты болсын. Өзіміздің аттар ғой, өзіміздің. Қазақи аттар ғой. Ағылшын, аңғылар аттың бәрі далада қалды. Базар жоқ. Үшінші келе жатқан кім екен, көрейік. Міне, үшінші ат келе жатыр. 2-ден 33 минут келді келді мұнау. Мұнау да қатондікі. 3 орын қатондікі. Өзіміздің жабалар. Қатон. Мұнау Зайсанның аты ма? Зайсандікі ма? Зайсан. Өзіміздің аттар екен ғой Зайсан. Мұнау қай жеткі? Қатондікі екен. Қай жақтікі? Аягөз. 4-ші келді, Аягөз. Ақтөбе жоқ. Ақтөбе артында қалыпты. Міне Зайсанның аты 5-ші жетір. Адамы да чаршап, аты да чаршап, міне. Молодец! Майғапшағай Омск трассасында пробка. Орын жоқ, жол жоқ. 1-ші, 2-ші, 3-ші орын Қатон. 4-ші Аягөздікі 4-ші. Мақаншындікі деді ғой. Үржардікі де 4-ші. 5-ші Зайсан. Соның Аягөздікі артта келе жатыр. Жоқ. Сирен ба қараш мен еді артында. Қазақтың аттар келе жатыр. Қазақи аттар келе жатыр міне. Инабарқын болды ғой. Орсын ат берді. Алтынарым. Тұрма, о жаққа барма. Майо. О жаққа барма. Жаным. Бас, молодец. Екінші ат.
Karavun kalay. Екінші орын. Сәрсек Қайрат ағамыздікі. Серкен. 350 мың теңге ақша. Ойлаңыз, жақсы. Жоқ, 550 мың теңге ақша. 550 мың теңге ақша. Құтты болсын той өздеріңіз бар. 550 мың. Рахмет, мұздайыңыз міне. Рахмет жігіттер. Ортан ашайық. Жігіттер, аудандық спорттардың бастығы майолдаға марапаттайды. Тыңстаңыздар. Сөзі бар. Мадақтама. 2019 жылдың наурыз айының 10 жұлдызында ұлттық спортты дамыту мақсатында өткізілген тәуелсіз Қазақстан тарихында болмаған 130 шақырымдық ұлы аламан бәйгесінде бірінші орын алған 90-ы Ерболат марапатталады. Қатонқарағай ауданы. Жайсал ауданының аттегілері. Майыс, брат. 1 миллион теңге. 1 миллион теңге. Одан кейін осы атын жұмыртып келген Рыбин Сергей. Рахмет. Алысқат. Тұра тұрыңыздар. 1 минут. Осы жерде осы бәйгені ұйымдастырып батқанда болған Зайнолда ағамызға алғысқап. Біздің атымыздан. Бас жүлде 1 миллион теңге санап алыңыздар. Санап бер. Иә. Çulamandаш 4-cü orunu marapatla koyayım. Ayagöz'ün 4. atı mı ne? Urjar. Beygeli böyle. Al atınız ağa, beygeli olsun atınız. Ayaklarına cep vermeyin. Buna aşıp oturup sanat vereyik. Ya buna biz de veriyoruz. Dağılmayız. Ana o hasta geldi. Bu ne ağası sana bana? 150 мың теңге 4-cü orun. Sana bana. Ben yok. Әлібек деген досына сыйлады мына 4-ші атты Үржардан келген жігіт. 4-ші атты сыйлады досына. Шығыста жалғыз батыр Әлібек. Естеріңізде болсын. Мінсеңіз. Рахмет.